Стивтің өмірі. Ой-ой-ой. Ё-моё. Не болып кеткен, ё-моё. Ойбай, нағым тақтым. Тамам арқылама неме. Жарайды, кетті бі. Мынауым еді. Кете бай. Құтыма. Ой, күшті орай болып тұрға бүгін, ё-моё. Қой, бүгін орман жаққа шығып қайтамын ғой дейме. Орман жаққа шығып бүгін әртүрлі заттарды кездестірейін деп жүрмін өзім. Бүгін ағаш жинап, біраз қызықты заттар тергім келіп тұр. Давайте, айбай, үйімді құптауды ұмытып кеттім ғой. Так, барып құптайып келейін. Ё-моё, күнді ашамай тұрған. Суға барып келейінші, суға барып келді. Так. Вот, құптап қойдық. Суға барып келейікші. Шума болмасам. Болмай тұр жоты. Ё-моё, көзім болшындық болып тұр. Ұйқым қаным әбден шаршап қаптым. Ішінде ё, кетіп. Оп! Ё-моё, қалай болып қаттым мұндан? Осы деген керемет ғой, ё-моё. Так, не болып кетті, мәссаған басымнан алып кетті. Так, қаяққа барсам болады, орманға қаяққа барсам. Так. Мынаяқтан суды өтейік. Так, жүзіп кетейік. Ойбай, суық. Керемет болып тұр, суық па деп шомылып қалсам нормально екен. Ё, бүгін шақты көру керек, шақты болса да. Мынау не тас шақты болған? Анау не? Криперлер Ё-моё, ойбай, құлап қалдым. Ух ты, шықтым ғой. Ой-ё. Кеткенші. Так. Мына ағаштардың бәрін өзіме алғым келіп тұр. Бәрін өзімізге алайық. Ұйқымды әрең аштым ғой, ё-моё. Так, бұның бәрін алайық. Так. Мында балай ойды. Бүгін бір керемет күн болып тұрған сияқты. Ол да осы ақш жесек, мен бүгін анау не жаққа барып сияқтымын, ё-моё. Бір сөңгілем. Ё-моё, керемет ғой, ё-моё. Керемет болып тұр шо. Ё-моё. Осы менің үйімнің астында ма бір бәлелер бар сияқты ма, әйтеуір. Білмеймін, бір бәлелер әйтеуір. Осы үйдің астында бір бәле жатқан сияқты ғой деймін. Бүгін сол үйді қазып көрейін ба? Шода сол. Білмеймін, неге екен осы үйдің астында бір бәле бар сияқты. Осы үйді салған кезінде де бір қиыншылықтар көп болған сияқты. Так, осы үйдің астында точно бір бәле бар. Не бар екенін білмеймін. Так, осы үйдің астын қарып көрейікші. Сол қазып көрейік. Біздің нәрселеріміз қаяқта екен. Былай кіре берсек те ештеңе етпеш. Ештеңе жоқ екен. Қазайық. Қағынан қысық өткен. Давайте ана жерін қасқосын. Онға жаман тұр да. Вот, мынаны да олай қасайық. Так, сынама. Сынбайтын сияқты оны өте. Ойбай! Ё-моё! Чо? Да, ну, қатты ұстап қалды мынау. Ойбай! Мынау не? Ё-моё, кетейін. Да, есім
кеткенде. Мынау не? Чё өзі? Не? Сұндық? Бәсе осының астында бір әлі бар сияқты көрінеді маған ше. Есік ашыла ма? Жоқ, есік ашылмайды. Давайте газды ашып көреміз, давайте ұрамыз. Опа. Мына құлпын бұзу керек бізге. Давай. Вот. Құлпы сынды ашыла ма? О, ашылды. Ой-ой, мына қараңғы жол. Біреу ат шықпаймыз случайно. Чё? Не? Алмаз? Золото? Ё-моё! Да ну! Наш не стағы! Мә, саған! Да ну, кімдікі? Ё-моё! Мұнаң бәрі кімдікі? Мынада не бар? Алмазный! Меч! Алмазный! Кирка! Немене? Чё? Да ну не, мен деген оншама байықтың астында жатқан ба соншама күннен бері. Ё-моё, ура, Стив байып кеттім мен. Ура, мен енді бай Стив болым ба. Давайте ананың бәрін өзімізге аваламыз. Давайте. Мынаның бәрі өзімізге симайды ғой. Ё-моё, бәрін авалам мен. Осыншама күн, осыншама ай бойы осындай алтынның, осындай бағалы заттардың астынан жатқаным ба? Ё-моё, мына ақша деген өзім емес, бүкіл әлемге жетуде мүмкін ғой. Бұл кімнің заты, соны түсінбей отқанды қарашы. Бұл кімнің заты болды? Мен түсінбей отырмын, что-то. Бәсе осының астында өзіме бір бәрі бар сияқты көрінетін, түсіме де кірген болатын, түсімде өзім бай кеткем. Ё-моё, бұндай зат болады деп мен ойлаған жоқпын. Мен шок, просто шокпын. Ё-моё, мынандай заттарды алып кетем. Ё, датова симайды ғой мынау маған. Ё, так, бізде. Так. Просто мен шокпын бар ғой, просто шокпын. Так, енді қайтадан мынаяққа шығайық. Шығайық. Ё-моё, бүкілін алып шықтым. Да, ну, ана контейнердің ішінде, анау контейнер ғой. Сосын менің осы үйімнің астында қыста анау помидор анау қоям деген осындай нем болады. Соған бәрін әкелдім. Қараңдар. Ё-моё, қаншамасы бар бізде. Баған ана жерде көп сияқты ояқта көп шашылып әр жаққа отырмын ғой, мен бір жерге үй қойып отырмын. Сондықтан менде аз зат болып көрінеді. Ё, айтпесе мынау деген, ё-моё. Мен, бірақ миттің ішінде мен анау тауға барамды өз-өзінен қуып жүрмін, онда осы жерге барғаным дұрыс болды. Байып шығып кеттім, ё-моё, керемет болды ше. Так, енді қайтып шығайық. Так, вот осылай жауып қоямыз. Болды, қатып кетті ғой үшін. Бүгінгі күн өзіме қатты ұнады. Байып кеттім бірден ішінде. Айтпақшы. Мына жер жаба салу керек. Мына жақтардан бір заттарды, нелерді алайын. Вот, болды. Осыны алайық та. Мынаны бүйтіп жаба салайық. Зың болды. Осылай күнім өтті. Ал, давай. Қой қош, кішкене жазып дем алайын. Ұйықтайық. Ал, достар, осылайынша біздің видеомыз аяқталады. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар, арнаға жазылып қойыңыздар. Осы видеоға 20 лайк және де келесі бөлім сразу шығатын болады. Видео ұнаған жағдайда арнаға тіркел. Ал, қалайсыздар тағы да деп айтып қояйын достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видео ұнады ма? Бұл Стивтің өмірдің 2-ші сериясы. Өте қызықты болды деген ойдамын. Менің өзім шок болып қалдым. Достар, сіздерден сұрарым, арнаға жазылып, лайктарыңызды аямай
басыңыздар достар. Стивтің өмірі деген просто достар бомба потолок болып жатыр. Жақсы просмотр жинап жатыр. Осы просмотрды тағы да жинайық. Және де достар 200 подписчикке 4 қана адам тіркелмей отыр. 4 адам тіркелсе біз 200 подписчикті аңғыратын боламыз достар. Біздің жетістігіміз 200 подписчиктен асу достар. Ал давайте сіздермен бірге Захов KZ астында подписаться батырмасын басыңыздар достар. Міндетті түрде. Сонда маған сіздердің қолдауларыңыз тиеді. Тек қана астына түссеңіздер, не болмаса каналда осындай жер бар. Осы жерде менде жоқ, осы жерде бірақ сіздерде подписаться деген батырма болады. Сол батырманы бір рет қана басып, оны сұрға айналдыра аласыздар. Және оның қасына шыққан колокольчик батырмасын бір рет басып, все деп тұрған үстіне басыңыздар. Және осы видеоға лайк басыңыздар. Лайктың бір рет бассаңыз ол көк түске айналады. Рахмет, тіркеліңіздер, сау болыңыздар.